Құрметті студенттер, біздің бүгінгі дәріс тақырыбымыз жалпы пән атауы шетелдердің конституциялық құқығы. Дәріс тақырып бізде шетелдердің конституциялық құқығы бір саласы ретінде. Жалпы бұл пән сіздерде бірінші семестр бойынша оқытылады. Пән 5 кредиттік пән болып табылады. Яғни 30 сағат лекция, 15 сағат семинар және де сөзбен сөз тақырыптары сіздерге көрсетілген. Дәріс тақырыбының мақсатына көшетін болсақ, дәріс тақырыбының мақсаты конституциялық саласымен таныстыру, нормалардың мәні мен қатынастардың ерекшелігін түсіндіру, сонымен қатар әр мемлекеттің конституциялық нормалары мен конституциялық құрылымымен танысу болып табылады. Яғни әрбір мемлекеттің конституциялық құрылымы неден тұрады, қандай бөлімдерден, жалпы әрбір мемлекеттерде қандай заң шығару жүйесі бар, қандай атқару жүйесі, оны қандай органдар жүзеге асырады, сот жүйесі, өзін-өзі жергілікті өзін-өзі басқару бөлімдері, мысалы әрбір конституцияда қалай көрсетілген әрбір мемлекеттің, яғни соны қарастырамыз. Бұл пәнде жалпы енді қазіргі дәрісте ең басты конституциялық нормалары, әдістері, жүйесіне тоқтала кетеміз. Негізгі сұрақтар, жалпы дәріс 4 сұрақтан тұрады. Негізгі сұрақтар бұл жерде конституциялық түсінігі, пәні мен әдістері. Екінші сұрақ ол бізде шетелдердің конституциялық жүйесі, нормалары, ерекшелігі, түрлері мен қайнар көздері. Және үшінші сұрақ конституциялық қатынас. Және төртінші шетелдердің конституциялық құқығы ғылымы, яғни түсінігі мен әдістері. Бірінші сұрақ бойынша конституциялық пәні, бұл пәннің мақсаты қазіргі мемлекеттің дамуы түсінігі мен институттары. Кеңестік кезеңде бұл пән басқа мемлекеттермен Совет одағының идеологиялық ерекшеліктерін көрсетуге бағытталған, советтік мемлекеттік құрылыстық ерекшеліктері көрсетілген болатын. Қазіргі кезеңде бұл салыстырмалық әдістерді қолдану арқылы демократиялық жолға түскен бірнеше мемлекеттерді қатар қарастыру арқылы олардың мемлекеттік конституциялық жүйесін, құрылысын, жалпы белгілерін қарастырады. Жалпы конституциялық құқықты үш аспектіде түсіндіре аламыз. Бұл бірінші аспект ұлттық жүйелік саласы, екінші аспект бұл конституциялық құқық ғылым ретінде, және де үшіншісі бұл конституциялық құқық оқу пәні ретінде қарастырылған. Жалпы конституциялық құқық саласы ретінде қоғамдық қатынастарды реттейді, конституция қоғамдық қатынастарды реттейді, мемлекетпен нормалар бекітілген және де қорғалады. Конституциялық құқық нормалары мен реттелетін қатынастар саласының пәні болып табылады. Яғни осы нормалар конституциялық саласының пәні болып есептеледі. Бұл күрделі қатынастар қоғамның әртүрлі саласын қамтиды. Оның ішіне біз жатқызамыз саяси сала, экономикалық сала, әлеуметтік сала және рухани сала болып табылады. Бұл конституциялық пәніне жататын, пәнімен реттелетін қатынастардың біріне мемлекет құрылымы, яғни объектілерінің біріне мемлекеттік құрылымы, мемлекеттік билікті ұйымдастыру және сонымен қатар республикадағы адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, олардың мүдделері және олардың мемлекетпен қарым-қатынасы болып табылады. Конституциялық құқық нормаларынан мемлекеттік билік органдарының түрлерін, жүйесін, жергілікті басқару органдарын, заң шығару, атқару, сот органдарының статусы мен өкілдігі, құрылу тәртібі, олардың өзара қарым-қатынасы, байланысы осы конституциялық нормалармен реттеледі. Конституциялық құқық саласы, яғни осы саласында конституциялық қоғамдық қатынастарды реттеуде құқықтық әдістерді, белгілі бір әдістерді қолданады. Бұл кейбір конституциялық құқықта әдебиеттерде немесе методтарда көрсетілген,
яғни бұл жерде бұл әдістерге жатқызатын құқықтарды белгілеу, жауапкершіліктер мен міндеттерді жүктеу, ерік беру, тыйым салу деген әдістер яғни методтар қолданылады. Сонымен қатар конституциялық нормалардың әдістер яғни түрлеріне келетін болсақ, бірнеше түрлері бар. Олар жаңағы құқық беруші мемлекет және өткендей құқық беруші нормалар, міндеттеуші нормалар, тыйым салушы нормалар, ерік беруші нормалар және де осы міндеттеуші нормалар болып табылады. Яғни құқық беруші, міндеттеуші өздерінің аты айтып тұрғандай белгілі бір әрекеттерге құқық беру немесе белгілі бір әрекеттерді міндеттеу, тыйым салу, оларға ерік беру, ерік білдіру, ерік беруші болып табылады. Жалпы конституциялық құқық дегеніміз ұлттық жүйесінің негізгі саласы болып табылады. Мемлекет пен азамат арасындағы қатынасты, мемлекеттік билік органдары мен жергілікті басқарушылықты ұйымдастырылуын, мемлекеттік құрылымды реттейтін нормасының жүйесі болып табылады. Конституциялық құқық нормалары жалпы белгілі бір функциялар арқылы жүзеге асырылады. Олардың белгілі бір ерекшеліктері болады. Белгілі бір функциялар арқылы жүзеге асырылғанда, яғни ол функцияларға біз жатқызамыз реттеуші функция, бекіту функциясы, беруші функция, қорғаушы функция, әлеуметтік нормативті фиксация функциясы, конституциялық нормасының мазмұнында идеологиялық және саяси элементтер болуы, ол да бір функциялардың қатарына жатады. Және де жүйелеу функциясы кездеседі. Осы функциялар арқылы конституциялық нормалары ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл конституциялық нормаларында жалпы конституциялық құқықта өзіне тән ерекшеліктері бар, белгілері бар. Бұл жерде біз диспозитивтілігі жатқызуға болады белгілерінің, жалпыға міндеттілігі, заңдылығы, бұл енді әрине қағидаларына да жатқызамыз. Сонымен қатар белгілеріне де. Жалпы конституциялық құқықта оны жүзеге асыру барысында конституциялық қатынас пайда болады. Конституциялық қатынас ол белгілі бір конституциялық мүддеге жету және осы қамтамасыз етудегі субъектілердің әлеуметтік байланысының формасы. Яғни конституциялық қатынас адам мен азамат пен мемлекеттің арасында туындайды. Осы конституциялық қатынастың өзіне тән ерекшеліктері бар. Ол әлеуметтік қауым, яғни халық, ұлт болуы, бұл конституциялық қатынастардың субъектілері ретінде әлеуметтік құрылым, яғни ол республика, федерация немесе жаңағы облыстар. Сонымен қатар президент, парламент, үкімет, сайлау комиссиясы, жергілікті басқару органдары. Мысалы, біздің Қазақстан Республикасында жергілікті басқару органдары ретінде, мысалы, конституциялық қатынас субъектілері ретінде әкімшіліктерді, мәслихаттарды мысалы жатқызамыз. Енді шетелде ол шетел конституцияларының әртүрлі жаңағы аталады, атаулары бар. Қоғамдық бірлестіктер, әлеуметтік индивид, яғни азаматтығы барлар, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар, әлеуметтік индивид болып табылады. Бұлар да жаңағы конституциялық қатынастың субъектілеріне жатады. Конституциялық функциясына келетін болсақ, ол біріншіден әртүрлі мемлекеттің жалпы мемлекеттік жүйесін таныстыру. Екіншіден, ол салыстырмалы түрде өтуі, яғни белгілі бір мемлекеттің конституциясы біздің мемлекеттің конституциясымен салыстырмалы түрде көрсетілуі мүмкін осы функция арқылы.
Бұл жаңағы біздің конституциялық функциялары болып табылды. Енді келесі сұрақ ол бізге конституциялық ғылымы конституциялық құқық зерттейді. Нормаларын зерттейді, қатынастарын, конституциялық категорияларды зерттейді. Яғни осы зерттеудің әрине конституциялық ғылымы белгілі бір мектептердің негізінде жүзеге асырады. Оның ішінде кездесетіндер либералдық мектеп, заңдық мектеп, политологиялық, яғни саяси тұрғыда қарастыратын конституцияны, теологиялық мектеп. Теология дегеніміз жалпы мемлекеттік теориясынан білесіздер, ол діни тұрғыдан, яғни конституциялық ғылымын діни нормаларымен түсіндіру. Осы мектептер арқылы конституциялық ғылымы зерттелген, қалыптастырылған. Методологиясына келетін болсақ, яғни конституциялық құқық белгілі бір әдіс тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. Оның ішіне біз жатқызамыз жалпы әдістер, жалпы ғылыми әдістер, арнайы әдістер. Соның ішіне кіретіндер бірінші әдіс диалектикалық. Диалектикалық ол қозғалыстардың дамуы, қарама қатынасы, яғни динамизм ретінде жүзеге асырылатын әдіс. Сонымен қатар теория мен практиканың байланысы тарихы, салыстырмалы әдіс, жүйелік әдіс. Жүйелік әдіс бұл жерде бір жүйеге қосып қарастыру. Сонымен қатар әлеуметтанулық әдіс ол анкета, эксперимент ретінде жүргізілетін әдіс. Және де соңғы әдістердің қатарында логикалық әдіс пен статистикалық мәліметтер. Яғни статистикалық мәліметтер ол анализ негізінде пайда болған әдістердің қатарына жатқызылады. Осы төрт сұрақ қамтиды бірінші дәрісімізді, яғни конституциялық құқық құқықтың бір саласы ретінде бұл жерде конституциялық құқықтың түсінігі, ғылымы, пәні, әдістері, тәсілдері, функциялары осы бірінші дәрісте жатқызылған. Сіздерге назарларыңызға рахмет. Келесі лекцияда, келесі дәрісте кездескенше.